Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Сіздер өмірге қазақша FIFA арнасы достар. Бүгін бізде деген 10 сәуір достар. Мен туған күнім 6 сәуірде өтіп кетті. 17-ге толдым достар. Құттықтап қойсаңдар болады. Короче достар, қазір сағат 7:30 примерно. Так, мына жақта мысық мешет етіп отыр. Короче 7:30. И қазір қай жаққа келеді? Қазір түнгі 12-де бізде деген Лига Чемпионовтың екінші матчтары кеше Манчестер Сити мен Реал Мадрид ойнады достар. 3-3 болды. Мен өзім көрдім, ол матчты өте қызық болды. Тартысты мынандай матч болды. Енді келесі кезеңде ол екеуі екінші матч ойнайды. Сол кезде кім ұтады, ол тоже белгісіз. Екеуі де өте мықты деңгей көрсетіп жатыр достар. Және де Бавария мен Арсенал ойнады. Бұл жерде енді екеуін мынау мықты деп айтатындай ойын болған жоқ, по-моему. Бірақ негізі Арсенал мықтырақ көрінді маған. И ол жерде де счет 2-2 ничья болды достар. Енді бүгін достар менің клубым ойнайды достар. ПСЖ мен Барселона достар. Әрине бұл жерде ПСЖ фаворит екені айқын. Бірақ та енді Барселонада осал емес, как-никак осындай 1-8-ге жететін клубтардың ешқайсысы осал емес. И то Барса осал емес достар. Енді ПСЖ-ден осы қонақта Парк де Пренс Парижде ойнайды достар. Ой, Парижде Францияда ойнайды, Париж сол жақта ойнайды, короче достар. Енді сол жерде 1-0 ұтып кететін болса, өздерінің жерлерінде Испанияда ұтып кетуге шанс бар, және де немесе 0-0 немесе 1-1 ничья деген сияқты еді. Ал 1-0 ұтып қалатын болса, ол енді ол минус. Бірақ та Испанияда өзіміздің жерімізге барған кезде, үйде ойнаған кезде может ұтып кетуіміз мүмкін достар. Және де Атлетико Мадрид пен Боруссия Дортмунд ойнайды. Бұл жерде екеуі де өте мықты команда, бірақ та мен Атлетико Мадрид ұтады деп ойлаймын. Осы матчта, бірінші матчта или ничья ма, или Боруссия ма, білмедім достар. Енді өздеріңіз көресіздер. Және де мен деген досым шықты ма, осы матчқа арнайы ақшамды құртып, жаңағындай жейтін заттар, сушняктар, тағы да басқа заттар алдым, традиция бойынша достар. Әрине. Енді соны қазір сіздерге көрсететін боламыз, заттарымды обзор жасап, короче, сондай достар. Осы видеоны до конца көріңдер, қызық болады деген ойдамын. Лайктарыңды басына, давайте тез 100 подписчикке жеткізіп тастайық достар. И комментарий жазып, достарына таратуды ұмытпаңдар. Все, давайте достар, ал ендеше біз осы видеомызда жалғастыратын боламыз. Короче, қазір деген сағат 8 болды. Біз ютубта шай әңгіме деген бағдарлама шоу бар достар, білесіңдер ма? Соны кім көреді, жас кетіне соны көріп, короче, қазір премьер болады, соны көріп осы бір флеш ішінде жатырмын достар. Мен деген осындай флештен 2 алғам, осының біреуін қазір ішем. Осыны фанта алдым 1 литрлік, и потом 2 пирожки и беляши, потом бір қымбаттау кегешкі ма сонда алған болатын. Короче, оларды қазір матч кезінде көрсететін боламын достар. Құдай қаласа, бұйырса Барселона ұтады или жақсы ничьямен немен кетеді деген ойдамыз. Короче, Виска Барса, Виска Каталуния. Короче, біз деген 11:30, қазір бір 20 минуттан кейін матч уже басталды. Барса ПСЖ и Боруссия Дортмунд пен Атлетико Мадрид. Конечно, мен Барса мен ПСЖ-ны қараймын достар. И қазір мен сіздерге матчқа алған заттарымды көрсететін боламын. Так, сумкамды ашып алайын достар. Мінекей, бұның ішінде мынандай 2 беляши, и потом мынандай фанта 1,5 литр. Так, оның ар жағында ішінде достар, мінекей бір флешпен, и мына жақта мінекей бір короче, кегешке бар достар, 400 теңге тұрады. Короче, негізінде 2 флеш тұғым, бірін ішкен болатын. И короче, сондай мына жақта мен мысығым жүр. Короче, осындай достар, қазір матч басталасын, кайфовша болады. Сондай. Мінекей достар, Барселона мен ПСЖ. Достар, мен жақында түсіп алдым, себебі деген бам беріп жүру мүмкін, но мына ғана беру мүмкін, жарайды енді. Атмосфераны қараңдар. Енді камера онша емес болып тұр, енді кешіріңіздер достар. Чё за пушка. Так, достар, осындай видеода қалай барын алып қалмай болады, жолдан комментария жазыңыз, срочно. Әйтпесе мен деген, ё-моё, саламай жүрмін, қиналып ше. Виска Барса, Виска Каталуния.
Вот. Парк де Пренс стадиона. Как положено. Мбаппеге бүгін пространство бермеу керек десе, Арауха, Кунде, Барса защитникта, Кубаси. Және Ямал гол салу керек. Жақсы. Короче, матч өте қызықты болып жатыр. Енді мен деген міне осындай фантамды алып шықтым. Қазір осыны ашып ішетін боламыз. Маңызды маçтардың бәрінде алаңға шығып келе жатыр Гюндер. Шынымен нағыз лидерге айналды. Өйткені осы маусымда Хагиянға да орталық жартылай қорғаушыларды 25 мәрте алмастырған екен. Бұл әрине бір еріккеннен емес. Өйткені бірінен соң бірі жарақат алып жатыр. Педриге сен жүрген кезде ол жарақат алып, Педри енді шыққан кезде Гави жарақат алып. Ай-яй-яй. Бұл жақтан артқа сол жақтан Канцелоның пасы, Канцело негізі қолмен қойғандай тамаша пас шығарады қатарынан, бірақ бұл жолы емес. Бұл жолы жеткізе алмады. Кетті, Мбаппе кетті. Офсайд па? Сена. Мінекей, 1-0. Енді осы счетты ұстап, немесе тағы да голдар салу керек достар. Барселона, хорош. Короче, екінші тайм басталайын деп жатыр. Мен білешін бүгін жедім, бүгін кухняға қойсалдым достар. Өткен деген ол уже менке басталды. Қазір мына жерде мен мынау фантамен мынандай кагенеки жеп отырмын. Короче, сәттілік барса удачи. Достар, Дембеле өзінің клубына гол соғып 3-2. Біздің клубымыз Барселона отты. Искалар Сависка Каталония, Барселонаға сеніңіздер достар. Өте керемет достар. Соңғы минуттарда 4 минут қосып жібердім, мен қатты ашуландым. 4 минут қосатындай уақыт емес негізінде достар. 2 минуттың өзі даже қоспай қойса да болатын еді. Бірақ 4 минут қосып мен нервыма тиді. Достар, ұттық достар, прикиньте, ПСЖ-ны ұттық. Өзінің алаңда 3-2. Енді Капноуда достар, Капноуда да өте қиын болады. Бірақ та өзіміздің үйімізде болғаннан кейін басымдықты өзімізде жасап, ешқандай гол жібермей, қайта өзіміз гол салып сол матчта да ұтуымыз керек достар. Мінекей счет 3-2 өте керемет достар. Достар. Все достар. Ё-моё достар, Барселона ұтты өз көзіме өзім сенбей тұрып. Ема. Баса жоқ. Короче, достар, барлықтарына сәлем. Бүгін деген бізде екінші күн. Короче, 11-ге сабақтан қайтып келе жатырмын, сағат дейін 11:30. Ете қайтып келдік достар, осы апта вообще сабақ болған жоқ бізде. Так, микрофон аяқта достар, дауысым естіліп тұр ма, оны білмеймін. Так, достар, кеше деген Барселона 2-1 ұтып жатырды екінші таймның басында. Және де одан кейін кәдімгідей бүкіл контрольді өзіне алып, Мбаппеге пространство бермей өте керемет ойнады. Кеше енді сосиста шамалы гол салғаннан кейін салып қалды, бірақ та 3-2 өте керемет камбэк достар. Енді Испанияда Барселона өзінің жерінде ұтылмауы тиіс деп ойлаймын достар. Достар, енді осымен біздің блогымыз аяқталады. Мен үйге нан алып қайтып келе жатыр. Так, даланандай. Короче, осындай достар. Сіздермен бірге болған қазақша FIFA арнасы. Келесі кездескенше видеоны сау айтаңды басып. Давайте тез 100 подписчикке жеткізіп. Ал önce пока-пока, чао.